Бақша студиясының қонағы Дияр. Ал Дияр өзіңді таныстырып бер. Сәлеметсіздер ме қонақ абыдар? Менің атым Сержанова Назгүл Диярмын. Жасым 4-те. Қайдағы бақшаға келесің? Айгөл баласына. Қай топқа келесің? Тұлпар тобына. Менің апайымның Арым Болатқызы. Дияр, сен бос уақытында не жұмыламысың? Малдарға су берем, топ берем, күн берем. Кімге көмектесесің? Әкеме Әкеңе көмектеседі екенсің, иә? Ал сол 4 түлік малдың ішінде ең жақсы көретін не сен? тайдақ суыр. Тайларды, жылқыларды жақсы көреді екенсің, иә? Сен егер жылқыларды көп білсең, әкең саған бөліп үйреткен болуы керек жылқылар туралы. Сен апайға айтып бересің бе немеретініңді? Айтып бересің, иә? Жақсы. Ал жақсы. Жылқының қандай қасиеттері бар? Айтып берші. Жылқының. Бізге қандай пайдасы бар жылқының? Күмізден ішеміз, сауынадан ішеміз, күмізден ішеміз, етін дейміз. Ал солардың бәрі қалай пайдалы бізге? Саумал неге пайдалы? Қымыз неге пайдалы? Ет не үшін пайдалы бізге? Қай жерімізге пайдалы? Сол деуге пайдалы. Денсаулыққа пайдалы, иә? Егер қымыз ішсек, ет жесек біз не істейміз? Ауырмаймыз. Ауырмайды екенбіз, иә? Жақсы. Апайлар, жылқының иесі қамбар ата. Жылқының иесі қамбар ата, жақсы. Ал жылқының кішкентай төлі тұрады. Жылқының төлі не деп айтамыз? Күміз деп айтылады. Сүйкімді өткелет, жүйрік өткелет күміз. Ал жақсы. Ал жылқы Суды кір су ішпейтін болды. Таза су ішеді. Жылқы тек қана таза су ішеді екен, иә? Кір суларды ішпейтін. Ал жылқы жасына қарай бірнеше атаулар болады екен. Сол атауларды білесің бе сен? Айтып берші. Бірінші не болады? Бір туғанда ең кішкентай. Ең кішкентай қайран болады, сүйкімді болады, жүйрік өткелет дейді. Әдемі. Одан кейін біраз өседі, иә? Бір жастан 2 жасқа келеді. Сонда не болады? Тай болады. Тай болады. Сосын ол 3 жасқа келеді. Сонда? Сосын күннен болады. Иә, қарап айтып берші. Сосын түн бесікті ат болады. Тауға барады. Сосын Бес ат болғанда, иә? тауға барады, орманға, отынға барады сосын. Ол кезде мықты ат болады. ат болады екен, 5 ат болғанда сол тұрады. Жаңа біз айтып кеттік, иә? Мынау. Ал сен қонаққа апаң үйіне бардың, иә? Сонда апаңа көмектестің ба? Көмектестім, иә? Ең бірінші қымызды жасау үшін оған не істеймін? Сүт күйеді, сосын апарып қымбаға күйеді, сосын піседі, сосын қымыз болады. Бірінші биені сауса қымыз болмайды екен, иә? Ол сүт болады екен. Ал сүтті ішуге бола ма? Болады. Ол сүтті ішуге болады. Егер сүті қандай болады оның? Қышқыл болады. Жоқ, қышқыл болмайды. Тәтті болады, иә? Сүт тәтті болады екен. Ол піскеннен кейін барып қымызға болады, иә? Ал қымыз қандай болады? Қышқыл болады екен, иә? Ал адам денсаулығына қандай пайдасы бар? Осы сүттің, қымыздың ішінде не болады олардың? Витаминдер болады екен, иә? Ішінде дәрумендер болады екен. Ал жақсы. Ол біздің немізге пайдалы тағы да? Сүйектерімізге пайдалы екен, иә? Ал еті неге пайдалы екен? Ол да? Сүйектеріміз мықты болады. Иә, ауруға? Ауруға ең. Дәрі ішпейік ол. Қымыз ішіңдер, ауруға ішіңдер. Иә, көп дәрі ішуге болмайды екен, иә? Қымызды жібек жесе, көп ауруға ауырмайды екенбіз, жақсы. Ал сүтті қандай күйде ішу керек? Сүтті қандай күйде ішу керек? Жылы кезде ішу керек. Жылы кезде ішу керек. Ал суық кезде ішсе не болады сүтті? Пайдалы тоқ болады. Дұрыс айтады. Қымыздың биенің сүті сауа салып, сүзіп ішу керек екен, иә? Сол кезде оның пайдасы көп болады екен. Ал егер де суық күйінде ішсе, пайдасы бола ма? Болмайды. Суық кезде пайдасы болмайды.